Баршаларыңызға сәлем, сіздер менен Наргиз. Бүгін біз алма бәлішін дайындаймыз. Қажетті құрамдар: алманы екіге бөліп, қабығын ашимыз. Содан кейін алманы тағы да екіге бөліп, ұсақтап турап аламыз. Содан кейін қызып тұрған табамызға алманы саламыз. Араластырамыз. Үстіне қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз, қантымыз күйіп кетпеу үшін. Содан кейін корица саламыз. Тағы да араластырамыз. Лимон шырынын қосамыз. Лимон шырынын қосқаннан кейін 5-7 минуттай су шыққанға дейін пісіріп аламыз. Қамырымызды дайындаймыз. Онға қантымызды қосамыз, қопсытқышымызды қосамыз, май қосамыз, және де жұмыртқа. Жақсылап бәрін біріктіріп араластырамыз, яғни крошки жасаймыз. Жақсылап үгітіп алғаннан кейін 22 сантиметрлік формаға қамырымызды саламыз. Жақсылап тегістеп аламыз. Қолыңызбенен бассаңыз да болады. Енді суып тұрған салмамызды саламыз қамырдың үстіне. Қамырымыздың үстіне салманы жайып шығамыз. Содан кейін үстіне қайтадан крошки қамырымызды саламыз. Жақсылап үстін тегістеп, ақырындап басып қоямыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 35-40 минуттай бәлішімізді пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.